атасыдан келе жатқан қасиетті аспабы, ұлтымыздың киесі, қасиетті хам қазынасы. Оның тарихы ғасырлар қойнауында жатқаны белгілі. Бабадан қалған бағалы мұрамызды қастерлеп, келер ұрпаққа аманаттау әр қазақтың парызы. Сондықтан 2018 жылдың 13 маусымында қоғамдық ұлттық мәдениет пен бірегейлікті сақтау, қайта жаңғырту идеясының төңірегінде одан әрі топтастыру мақсатында шілденің 1-ші жексенбісі ұлттық домбыра күні ретінде белгіленді. Ахмет Жұбанов кең даланы мекен еткен қазақ жұртының ең аяулы да қасиетті музыкалық аспабы домбыраның бірде күмбірлеген, бірде шертілген ойлы дыбысы құлаққа жақынды, жүрекке жақын, оның күмісте сыңғырлаған үні талай сырдың басын қайрады. Сымдай тартылған қос шектен сан ғасырдың сан алуан сипаты, ақыл ойы, көңіл күйі жатыр. Домбыра көшпелердің көнекөз шежіресі, көпті көрген қарияның көкірек күйі. Ақын Қадыр Мырзалиев айтқандай, қазақ нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деген екен. Жуырда 28 мамыр 1 маусым аралығында Астана қаласында Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында ерекше қажеттілігі бар балаларға арналған Жұлдызай атты 20-шы республикалық балалар шығармашылығы фестивалі өтті. Аталған байқауға Шамшырақ клубының ең балғын белсенді мүшесі, Семей қаласының нөмір 4-ші мамандандырылған мектеп-интернатының оқушысы Ерсұлтан Гүлбердинов және Мәриям Төребекова қатысып, екінші орынды қанжығасына байлап қайтты.